Егер қолдың нанын жегіңіз келсе, үйде духовкаңыз жоқ болса, осылай мен сияқты газға табада пісіруге болады. Ең алдымен нанды осылай ашытып аламыз. Содан кейін көтерілгеннен кейін кішкене бөлік алып, кішкенеден ғана газға саламыз. Газдың астын әуеледе қатты қойып, табамызды қыздырып, кішкене май жағамыз. Содан кейін осылай нанды қамырды салғаннан кейін жаямыз. Жұқалап жайғаннан кейін астын ең төменгі отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Осылай 20 минут пісіріп аламыз. 20 минуттан кейін асты қызарып піседі. Сол кезде екінші жағын аударатын боламыз. Екінші жағында 20 минут пісіреміз, бетін жауып. Содан кейін барып әдемі нандарымыз шығатын болады. Осылай күніге нан пісіріп алсаңыздар болады. Достар, менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тағы видеолар шығатын болады. Ал маған ас болсын.